Бүгін 30 игі шарасы аясында біз елордамыздың ерекше балаларына арналған қайырымдылық жаңа жылдық шара өткізудеміз. Добро қоғамдық қорының бастамасын Нұр Сұлтан қаласы әкімдігі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия қолдап, бүгін біріккен ерекше іс-шара, яғни Аяз атаның үйіне саяхат мерекесі өтуде. Балаларға арнайы сыйлықтарымыз да бар. Бұның барлығы сәби жүректерін қуанту үшін жасалып жатыр. Ерекше айта кетерлігі, бұл шара қаламыздағы бекітілген барлық карантин талаптарына сақтай отырып өтуде. Балаларымыздың жүздері әрқашан жарқын, көңілдері шаттыққа, өмірлері думанға толы болсын. Жаңа жыл шаттығы мәңгілік тоқтамасын. Дети с ограниченными возможностями, водить их куда-то очень накладно. И мы решили провести для них вот такой вот вечер, новогоднюю елку. Танцевальные конкурсы, затем у нас вторая территория, это по украшению, то есть мы сами, также наши девочки, среди них есть и многодетные мамы, которые помогли спечь нам пряники, которые дети украшают в отдельной комнате. Третья зона у нас вот фотозона, и четвертая зона это комната Деда Мороза. Каждые 40 минут у нас 15 минут музыкальная программа, 10 минут это украшение пряниками и поздравление Деда Мороза.